саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Зерттеу сұрағы: Алашорда үкіметі Түркістан Қоқан автономиясының идеялары неліктен жүзеге аспады? Олай болатын болса, балалар, алдыңғы сабағымызға оралайық, еске түсірейік. Азамат соғысы қай жылдары болды? Балалар? 1920 жылдар болды. Өте жақсы. Енді азамат соғысы дегеніміз қандай соғыс еді, балалар? Азамат соғысы дегеніміз. Азамат соғысы дегеніміз ел ішіндегі халықтың өз-өздеріне қарсы соғысы. Өз-өздеріне? Нұржан, толықтырам дейді. Азамат соғысы дегеніміз ол халқының өз билігіне қарсы шығуы, наразылықтың көтерген соғысы деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз, яғни Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Бұл сабақта біздер Алаш автономиясының құрылуы, Түркістан мұқтариятының құрылуы және соған кеңестер үкіметі қандай іс-әрекеттер жасады, сол жөнінде қамтитын боламыз бүгінгі тақырыбымызда. Оқу мақсатымен таныстыра кететін болсам, Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру. Сонымен қатар қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлін және соның қызметін талдау болып табылады. Әр топқа берілген тапсырма бар. Алашорда үкіметіне, яғни Алашорда үкіметі туралы тапсырма беріліп отыр. Түркістан автономиясы тобына, яғни Түркістан автономиясы қай жылы құрылды, қандай жағдайда құрылды және оның басшысы кім болды деген сияқты мәтінмен жұмыс жасаймыз. Келесі топ кеңестер, яғни кеңес үкіметінің сол кезеңдегі іс-әрекеті, мақсаты, міндеті қандай болды. Алашорда үкіметінің құрылуын, тарихын, оның тарих сахнасындағы маңызын айтып өтсеңіздер. Алашорда автономиясы 1917 жылдың 5-13 желтоқсанда Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде талқыланып, сол жерде құрылды. Алашорда автономиясының астанасы болып Семей қаласы жарияланды. Алашорда автономиясында оның әр облыста 7 және де олардың жерлерін санамағанда 8 адам болып бөлінді. Келесі топ Түркістан автономиясы. 1917 жылы қарашада нөмірі 4-ші төтенше ұлттық съез құрылды. Осы съезде Түркістан автономиясы құрылуы жайлы айтылды. Бұл автономияның басшысы Мұстафа Шоқай болып жарияланды. Мұстафа Шоқай барлық түркі елдерін біріктіріп, демократиялық ел құрып, оны Ресейдің құрамына қосуды ойлады. Бірақтан большевиктер бұған қарсы болды. Олар 1917 жылдың қаңтар айында осы жерлерге жазалаушы отрядтарды жіберіп, халық қырғынға ұшыратты. Жақсы. Келесі қорғайтындарыңыз бар? 1917 жылдың қаңтарында Қоқан қаласына Түркістан жерінен большевиктердің жазалаушы отрядтары келеді де, қазақтардан және өзбектерден құралған 2000-нан астам әскерді жайратып салады. Себебі олардың қару-жарағы аз болды және олардың әскери дайындықтары мүлдем болған жоқ. Жақсы. Кеңестер тобы. Кеңестер Ресейдің қазақ төңкерісінен кейін орнатылған билік жүйесі. Негізінде ресейліктердің, яғни Қазақстанда шикізат көзі болып табылды, жер аумағынан немесе басқа да жағдайынан алатын болсақ. Ресей мемлекеті Қазақстан мемлекеті біртұтас мемлекет болып кетеді деп қорыққан болатын. Сондықтан олардың біріккенін қалаған жоқ. Олар Орта Азия елдерімен бірігіп біртұтас мемлекет болуынан қорыққан. Большевиктердің шамадан тыс белсенділігі Түркістан автономиясын едәуір әлсір етті және де Алаш ордасын мүлдем әлсір етті. Жақсы, рахмет балалар. Мемлекеттің құрылуы, яғни бұл жерде кеңестіктердің қарсы болуы дедік. Енді осы екеуінің де құрылғандығының қандай ұқсастықтары бар еді осы екі мемлекеттің құрылуының? Қандай ұқсастық
бар еді. Ерсін, аға ой болатын болса, тақтаға белгілей ғой, қандай ұқсастықтары болды? Тағы, кім біледі? Қандай ұқсастық? Кім дайын? Ерсін, қандай ұқсастық болды? Олар өздері бөлек мемлекет құрғысы келді. Бөлек мемлекет құрғысы келді. Аяна, сен қару-жарақтар ұқсастықтары, қару-жарақтары жетіспеді. Дұрыс. Тағы қандай ұқсастықтар болды балалар? жалпы ұлттарды Аха, жақсы. Тағы қандай ұқсастығы болды? Балалар? Осы екі мемлекеттің құрғандағы қандай тағы да ұқсастықтар болды балалар? Бөлек мемлекет құрғысы келді дейді, яғни тәуелсіз. Қару-жарақтары жетіспеді. Жақсы. Большевиктерге қарсы шықты. Большевиктерге қарсы шықты. Большевиктерге қарсы шықты. Тездесеміз. Енді балалар, осы жерден ой қортайық, осы мемлекет, Алаш мемлекеті деген, мысалы, Алаш Орда үкіметі бізге керек пе еді сол кезеңде? Не себепті? Не себептен керек еді? Менің ойымша, олар керек болған себеп, олар қазақтарды Ресей империясының қол астына шығарып алу керек еді. Және өз бөлек мемлекет құрғаннан кейін өз Ресей империясын алған жерлерді және қазақ байлықтарды мемлекетке қайтару болды деп ойлаймын. Балалар, енді сіздерге жұптық жұмыс тапсырмасы беріліп отыр. Ақтар неге Алашорда автономиясын мойындамады? Жұп болып жұмыс жасаймыз. Қане, талқыласаңыздар болады. Жасасаңыздар болады. Үштік жұп болып жасасаңыздар болады, талқылап ауқымды болады. Ақтар неге Алашорда автономиясын мойындамады? Менің ойымша, себебі қоқан билігі Алашорда біріккеннен кейін, олар біріккеннен кейін Алашорда бөлек мемлекет құрып кетеді деп қорықты. Сол себепті ол біріккен қаламатты Алашордасына қарсы жазалаушы отрядтардың өзін жіберді. Қандай жазалаушы отряд жібереді? Жоқ, кім қосады? Қандай жазалаушы отрядты жіберді Нұрсина? сол кезде олар Анеков жасаушы отрядын жіберді. Ол қандай несімен, тактикасымен танылды? Өздерінің қатыгездік тактикасымен танылды. Өте қатыгез жазалаушы отрядпен барды, жақсы. Аяулым. Одақтас болғанымен ақ гвардияшылардың қызыл армияға Колчак үкіметі Алаш автономиясын мойындамады. Олар біртұтас Ресейде қалады. Біртұтас Ресейде қалады. Абдынов. Өйткені олардың ақтар не үшін қаламады? Өйткені ол Қазақстан жерінде қазба байлықтар өте көп еді. Және де олар сол қазба байлықпен бөлек мемлекет болып кетсе, олардан мықты болуы қаупі көп еді. Өте жақсы айтады. Пайда қазбаларымыз өте көп еді, дұрыс, біріншіден Қазақстан шикізат көзіне айналып тұрған еді. Сонымен қатар тағы да нені көздеді олар? Бергісі келмеді. Территориямызды, жақсы жерді. Қараңыздар, картамен жұмыс. Картада Алашорда автономиясының территориясын көрсетіңіздер. Сонымен қатар Түркістан автономиясының да жерін көрсетсеңіздер болады. Кім шығады картаға, балалар? Асыл, шағой. Картадан Алашорда автономиясының территориясын, сонымен қатар орталығын көрсет, Картадағы мынау жоғарғы бөлікте берілген аймақ Алашорда
территориясы болып саналады. Ал мына жерде Семей белгіленген, Семей Алашорда өзінің орталығы болып саналатын. Бір сұрақ, Алаш автономиясын кім басқарды сол кезеңде? Ол кезде Ерсін көмектесең деді? Әлихан Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан. Қанша дауыс жинады ол? Ол 40 жасырын дауыс жинады. Сөйтіп осы Алашорда үкіметінің басшысы болып сайланды. Өте жақсы. Яғни жасырын сайлау нәтижесінде 40 дауысты жинақтап Әлихан Бөкейханов осы Алаш автономиясының басшысы болды. Келесі Түркістан автономиясының территориясы орталығы Нұрай. Түркістан автономиясы 1917 жылы құрылды. Мұның Түркістан автономиясының территориясы мына территория. Яғни Түркістан автономиясының басты ордасы болып Ташкент қаласы болып белгіленді. Бұл Түркістан автономиясының Мұстафа Шоқай басшысы болып сайланды. Жақсы. Ал Ашбай. Жақсы. Мұстафа Шоқайдан бұрын Алаш автономиясының басшысы. Түркістан автономиясының басшысы. Одан кейін Мұстафа Шоқай сайланды. Өте жақсы. Фактілерге сүйене отырып, қазақ жерінде құрылған ұлттық автономиялардың ортақ тарихи маңызын алдарыңыздағы постерге жазыңыздар болар. Яғни бірінші аргумент, екінші аргумент және сонымен қатар тағы да болмаса жалғастырсаңыздар болады. Тарихи маңыз қандай? Территорияда екі ру болды. Экономикалық және мәдени даму үшін маңызы зор болды. Екіншіден, Ресейдің ассимиляциялық жоспарын тоқтату. Ресейдің басты мақсаты қазақ халқының дінін, салт-дәстүрін, тілін жою еді. Үшінші, қазақ атауын қайтарып алуға түрткі болды. Жақсы, отыралы. Келесі. Біріншісінде Әлихан Бөкейханов алғашқы қазақтың шекарасын өзі межеледі. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл автономиялар халықтың рухын көтерді. Ал үшіншісі, дауыс еркіндігін берді халыққа. Дауыс еркіндігі болды. Рухын көтерді десек болады. Жақсы. Келесі. Келесі топ, кеңестер тобы. Бірінші аргумент ол тарихи дәстүрдің жандануы, екінші аргумент ұлттық бірлік пен аумақтық тұтастық ұстанымын басшылыққа алды. Үшінші аргумент ол Орта Азия мемлекеттерін бір идеямен біріктірді. Ал төртіншісі тікелей Қазақстан Республикасының қалануына мақсат еткен болды. Жақсы. Орта Азия мемлекеттерін бір идеямен біріктірді дейсің, яғни бұл жерде не көзделді, не мақсат көзделді біріктірілгенде? Қандай мақсат көзделді деп ойлайсың? Біріктіру елдерді. Қандай елдерді? Мысалы, Орта Азия мемлекеттерін. Оның ішінде Өзбекстан, Қырғызстан, Орталық Азия мемлекеттерін біріктіру. Жақсы. Отыралы. Келесі тапсырма балалар. Автономиясы мен Алашорда үкіметінің ортақ идеясы неліктен жүзеге аспай қалды? Асыл. Бұл автономиялардың идеясы жүзеге аспауының себебі бұл екі автономияға большевиктер қарсы тұрды және олар осы большевиктерге
тойтарыс бере алмады. Себебі олардың қару-жарағы аз болды. Оларда адамдарда Саны аз болды. әжептәуір аз болды. Олар ешқашан соғыспағандықтан олардың әскери дайындығы төмен болды. Өте жақсы. Келесі, Себебі әскери жағдайдың төмендігі, қазақ қоғамының экономикалық әлсіздігі, тәжірибелі офицерлердің жоқтығы, қару-жарақтың жетіспеушілігі, халықтағы кейбір ауызбіршіліктің болмауы. Өте жақсы. Балалар, бұқара халықтың қолдамауы болды, иә? Содан кейін балалар, тағы да бір идеяның жүзеге аспаған жаңағы себебінің бірі, бұлардың ұзақ мерзімді бағдарламасы болмады. Сонысыздар ма? Мысалға, бір ойды іске асыру үшін оған ұзақ бағдарлама құрады, ұзақ жоспар құрады. Мен бұлардың жоспарының, яғни бағдарламасының ұзақ болмауы, халықтың, бұқара халықтың түгелдей қолдауы болмағандығы, бұларға аяқтарына жаңағы шалынып өтті, осыдан ары қарай мемлекетті құра алмады. Сонымен қатар тағы да саяси жаңағы ненің болмауы, саяси бағыттардың әртүрлі болуы. Мысалға, Түркістан автономиясы ол бөлек мақсат ұстанды, Алашорда ол бөлек мақсат ұстанды. Мысалы, егерде ол екеуі біріккенде, екеуі бірігіп, бір ортадан жаңағы ұзақ бағдарлама жасап, идеяларын біріктіргенде, мүмкін тәуелсіздікті алар еді деген ойдамыз. Келесі тапсырма. Сенің көзқарасың, балалар, Алашорда үкіметінің ақ гвардияшылармен одақ жасаспағанда, болар ма еді жасаспауына? Қалай ойлайсыздар? Себебі қызылдар, яғни большевиктер Алаш үкіметін жоюға тырысты. Егер ақ гвардияшыларға қосылмағанда, Алашорда ертерек жойылатын еді. Өз жұмысы тоқтатар еді дейді. Тағы аяулым бекалы. Ақ гвардияшылармен одақ жасаспауына болар ма еді? Олар біртұтас ресей мемлекетін қалады. Колчак үкіметі Алаш автономиясын мойындамады. Әбдінұр, қалай ойлайсың? Одақ жасасты ғой мысалға, бірақ бөліп кетті. Ал одақ жасаспауға болар ма еді? Болар еді, олар жеке өз жұмыс істеп, өз мақсатына жетуге болар еді. Ерсін, бәрін келісесіздер ме? Мен келіспеймін. Себебі болмайтын еді. Себебі олар қоғам ордасына қосылмағанда, олардың саны аз және оларды жеңу оңай болды. Кеңес үкіметіне олар қарсы шыға алмайды. Себебі олар айтқанда қару-жарақ аз болды. Кәдімгі әскери дайындықтары бар офицерлер мүлде жоқ еді. Соның кесірінен олар ертерек, кеңес үкіметі оларды ертерек жойып жібереді. Дұрыс, жақсы. Яғни біріккендігі дұрыс деп санаймыз, Жақсы айтты. Бірақ сонымен қатар олар не ұстай білді? Нені тежей тұрды? Уақытты ұтып тұрды бұл жерде, уақытты ұтымды пайдаланды осы кезінде. Мен демократиялық қағидаларды ұстана отырып, өз халық егермен қолдайтын болса, мен өз бөлек мемлекет құрып, оның шекарасын өзіміз сызып, және өзіміздің конституциямызды құрамыз. Конституцияға байланысты өзіміздің әр заңнамасы болады мемлекеттің. Сөз еркіндігі, ұлттардың теңдігін жариялаймыз. Автономиясының құрылу мақсаты біз өзіміздің жеке шекарамыз болады, жеке конституциямыз және дінімізді, тілімізді, әдет-ғұрпымызды, салт-дәстүрімізді сақтап қаламыз. Біз біріксек, әрқашан мықты мемлекет бола аламыз. Сіздердің алдарыңызда сабақтың басында дескрипторлар таратылған, балалар, бағалау жүйесі. Алтынай. Жасаған кезде өзімізге белсене жұмыс атқарғандықтан 3 ұпай қойды. Ал мен диаграмма келген кезде белсенділік таныта алмағандықтан 2 ұпай қойды. Ал жұптық жұмыста өте белсенді барлық адам өз міндетін жақсы атқарғандықтан 3 деген балл қойды. Ал кардемен жұмыс жасаған кезде бізде ауытқулар болды және де қателескен кездерімізге байланысты 1 ұпай қойдық. Ал тарихи факторларға байланысты барлығымыз белсенді жұмыс атқарғандықтан 3 деген балл қойдық. Осымен қорытынды балл 12 балл болды. Өте жақсы. Рахмет.
автономиясы тобы мәтінмен жұмыс кезінде біздің топ барлық мәліметтерді толығымен айтты деген ойдамын. Сондықтан біз өзіміздің топқа 3 ұпай бердік. Вен диаграммасына келген кезде біз осы автономиялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айттық. Сол себепті де өзімізге 3 ұпай бердік. Жұптық жұмыста барлық жұптар бір-бірімен ақылдасып жұмыс істеді. Бірақтан топтық жұмыстарға келген кезде кейбір оқушылар өздерінің ойларын жеткізе алмай қалды, сондықтан 2 ұпай болды. Тарихи факторда біз өзімізге 3 ұпай бердік. Себебі барлық оқушылар өздерінің ойын толық жеткізді және барлық осы тақырыпта аша білді деген. Жақсы, жалпы ұпай саны 14 ұпай болды. Жақсы, рахмет сіздерге. Осымен құрметті рефлексия жалғастырамыз. Маған қызықты болды. Аха, не қызықты болды саған, Әйгерім? Маған осы сабақтың Түркістан автономиясы және Алаш Орда туралы мәліметтер қызық болды. Аха, тағы кімге не қызық болды, балалар? Аха, Нұрай? Маған осы Раст әдісі өте қатты қызық болды. Ұнады, иә? Аяна? Маған не қатты қызық болған Алаш Орда өкіметі Құрылғаны, иә, саған, иә? Жақсы. Маған бұл болашақта қажет болады деген ой түйдіңіздер ме? Абдынұр, не қажет саған бұл жерде? Маған болашақта қажет болатын осы Алаш Орда автономиясында белсенді қатысқан және де өз мемлекетіне қызмет еткен адамдардың өте қажет болады аттары. Ұлт зиялылар, иә? Аха, жақсы. Менің ойымша осы тақырыпты өткен кезде біз көптеген ерекше адамдарды аттарын кездестірдік. Сол адамдардың халық осы патриотизмі, олардың алға деген ұмтылысы маған бір ерекше ой салды деп айтуға болады. Мен осы адамдар секілді болашақта тек қана алға ұмтыламын деген үміттемін. Жақсы. Бұл маған қиындық туғызды дейді. Не сіздерге қиындық туғызды сабақ барысында? Маған қиындық болған раф тәсілі. Өйткені Әлихан Бөкейханұлы тұлға, ол сияқты ойлау өте қиын. Сондықтан біз қарапайым оқушылар оны сондау өте бір қиыншылық туғызды ма саған? Жақсы. Алаш үкіметінің басшылары мен Түркістан автономиясының басшыларының неге бірікпегені туралы ойландырды ма? Жақсы. Тағы Алтынай, сені не ойландырды? Ақ гвардияшылар колчактар егер Алаш Орда автономиясын мойындағанда және де Сібір уақытша үкіметі автономияға тыйым салмағанда қандай жағдай болады деген сұрақ. Ой түйдіңдер ме? Жақсы, рахмет. Сабағымызды қорытындылай келе, біздер Алаш үкіметінің құрылғандығы, Түркістан автономиясының құрылғандығы жөнінде өттік. Олардың жаңағы басшылары Мұстафа Шоқай, Тынышпаев, сонымен қатар Әлихан Бөкейхан сияқты қазақ халқында үлкен ұлт зиялылар, қазақ халқында үлкен тарихи маңызы бар жаңағы жұмыс атқарған азаматтар деп білеміз оларды. Яғни осындай зиялы азаматтарымыздың арқасында осы кезеңде біздер тәуелсіздігімізді алып отырып, мысалы ол біріншіден өз территориямызды сақтап қалып отырып, балалар, территориямызды межелеп белгілеп бермегенде біздерге осындай әлемдік деңгейдегі 9-ші орынға біз ие болар ма едік деген сұрақ туады, балалар. Енді сонымен қатар сол кезеңдегі халықтың жағдайы қандай қиын болса да, бірінші дүниежүзілік соғыс болып жатса да, қазақ халқы қандай өздері ұмтылыс жасап отыр, тәуелсіздікке қалай қол жеткенін сіздер байқадыңыздар ма бүгінгі сабақта, қалай қол жеткізгені? Біздің ата бабаларымыз қандай жолдармен жеткізген, дипломатиялық жолмен де, жаңағы автономияларды құру жөнінде де, Орта Азияны тек қана Қазақстанмен сонымен қатар Орта Азияны да біріктірмекші ойлары болды, бірақтан іске аспаса да, бұл осы біздің тәуелсіздік алуымызға түрткі болғандардың бір несі, жаңағы түрткі болды деп айтсақ болады. Осымен құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Рахмет сіздерге.